Каспий KZ Қазақстандық инновациялық компаниясының мүмкіндіктері Қытайдың 7-ші халықаралық импорт көрмесінің қатысушыларын таңғалдырды. Шанхай қонақтарына Alipay Plus пен ықпалдасуы және Каспий KZ супер қосымшасындағы мемлекеттік қызметтер бөлімі ерекше әсер қалдырыпты. Отандық компанияның шетелдіктерді тағы қалай таңғалдырғанын тілшіміз айтып берсін. Премьер-министр Олжас Бектенов пен Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Цзян Қазақстан павильонына алғашқылардың бірі болып келді. Көрмеде елдің цифрландыру саласындағы жетістіктері ұсынылды. Әрбір қазақстандыққа таныс Каспий KZ компаниясының стенді жанында нағыз аншлаг. Мұнда мемлекеттік қызметтер бөлімі туралы айтылуда. Каспий KZ супер қосымшасында цифрлық жүргізуші куәлігі, жеке куәлік және басқа да көптеген мемлекеттік қызметтерді 10 миллион қазақстандық қолданады. Мен Қазақстанда болдым, адамдары, тағамдары керемет және табиғат әсем. Біздің серіптер мен қазақтардың дәстүрлері ұқсас. Қазақстанға жиі барғым келеді. Мен қазір Каспий KZ-ті зерттеп жатырмын. Оның көптеген пайдалы функциялар бар. Мен ешқашан Қазақстанда болмадым, бірақ өте әдемі ел екенін білемін. Үлкен және бизнес жүргізу үшін мүмкіндіктері мол ел. Менің ойымша Каспий KZ қосымшасы мен білетін қытайлық қосымшалар сияқты пайдалы. Қонақтарды Каспий KZ супер қосымшасында автокөлікті қайта тіркеу процесі ерекше қызықтырды. Бұл қызметті күн сайын шамамен 4-5 мың рет қолданады. Каспий KZ тамаша қосымша. Әсіресе автокөлік сатып алсаңыз, қажеттінің барлығын табуға болады. Барлығы автоматтандырылған. Банкке шот үшін барудың қажеті жоқ. Барлығы телефоннан 5 минутқа жетпейтін уақытта шешіледі. Сату келісім шарты дайын. Цифрлық технологияларға үйренген қытайлықтарда таңғалды. Цзянсу провинциясы сауда департаменті басшыларының бірі Каспий KZ ұсынатын мүмкіндіктерді көргенде эмоциясын жасыра алмады. Дүниежүзілік банк рейтингінде Қазақстан мемлекеттік технологиялардың жетілу индексі бойынша 6-шы, онлайн қызметтер бойынша 10-шы орында тұр. Халықаралық көрме қатысушылары Каспий KZ супер қосымшасындағы мемлекеттік қызметтердің жылдамдығы мен ыңғайлылығын жоғары бағалады. Кейбіреулері қазақстандық инновациялық компанияның тәжірибесі басқа елдерде пайдалы болады деп санайды. Қазақстанда технологиялар жақсы дамыған. Каспий KZ қызықты қосымша, барлығы бір цифрлық платформаға жиналған. Бұл инновацияларды енгізудің керемет тәсілі. Бізге де осындай прогрессивті нәрселерді жасау керек деп ойлаймын. Шанхайдағы China International Import Expo Қытайға импортты дамыту мәселелеріне арналған. Жыл сайын көрмеге 300 мыңнан астам қытайлық кәсіпкер келеді. Бұл алаң қазақстандық кәсіпкерлерге миллиондық шарттар жасауға мүмкіндік береді. Ал әртүрлі елдерден келген цифрлық технологиялар мен сауда саласындағы көшбасшылар тәжірибе алмасып келісімдер жасап, Қазақстаннан шыққан инновациялық шешімдерге таңғалады.